Аналық безінің бірінші сатысында емдесе 90-95% адамдар өмір сүреді 5 жыл. Іштегі сыртқа шықпай ма? Бойдағы дерт ертеңді күтпейді. Да вроде сама не поняла, утром встала, умылась. Өзім де түсінбей қалдым. Таңертең тұрып жуындым. Әдеттегідей бәрі дұрыстын. Сосын аяқ астынан өзімді жайсыз сезіндім. Халім күрт нашарлап кетті. Одан әрі не болғаны есімде жоқ. Аурудан қашып құтылмайсың, дәрігердің қолы жеңіл болсын. Ісіктің бір-екі жасушасы жаңағы қалып болса, іште ол қайтадан өсуге ниеттенеді. Бастан құлақ садаға. Бір дерт тағы дерт тудырады. Грижа дейді ғой ішімде. Грижа үлкейіп кеткен енді ол. Жасатам деген ойымда жоқ еді, ауырмасам еді, үлкейдік қойды. Осымен кете берсін деп. Апаттан дерт таптым. Ауруды ауру қуаласа, жанға тыныштық бола ма? Медицина KZ бағдарламасының бүгінгі айтар осындай. Жарияшы мен Арман Керімбайұлы. Ассалаумағалейкум. Қостанайлық Ирина Ростовцева кейінгі 5-6 жылда бірнеше рет аурухана есігін көрді. Бастысы мазасы қашып, жанның қиналған емес, емнің қонбағаны қажытты. Балалардан немере сүйіп, енді ғана солардан қызығын көрем бе дегенде, етегінен дерт тартып, уайымын күшейткен. 2019-дан бері ауырады науқас. Қостанай қаласынан 2019 тамыз айында ең бірінші ота жасалған ол кісіге. Жаңағы аналық безінің жатырдың аналық қосалқыларымен бірге алып тастаған. Тікішектің резекциясы болып, сыртқа колостома шығарған, үлкен дәрет сыртқа шығатын. Содан кейін ол кісі 9 химия алды. Химиотерапиядан кейін тамыз айы 2022 жылы қайта зерттелген кезде ісіктің рецидиві анықталған. Жайылып кеткен, тікішекке өскен, тұқылына. Одан кейін оң жақ несеп ағарға өскен, оң жақ бүйректің ісінуі, гидронефроз дейді, гидротрансформация, оң жақ бүйректің, ол жаңағы бүйрек жұмысын атқармайды толығымен. В 2019 году поставили диагноз. 2019 жылы диагноз қойды өзімізде Қостанайда. Операция жасады. Химиотерапиядан өттім. 2 жылдай тәуір болып жүрдім. Одан кейін метастаза қойды. Ота жасаған жоқ, тек химия деп айтты. Сосын 5 курс химиядан өттім. Жеңілдегендей болған. Бірақ амал не, артынан қиналған үстіне қинала бердім. Ауру шыдатпағасын өзіміз осында келдік. Мұнда қарап ота жасады. Бойдағы дерт алмай қоймайды. Күн санап жақсы болып кетер деген үмітпен ауруын асқындырып алғандар қаншама. Ирина Ростовцева да бір жоны болар деп жүре берген. Ақыр аяғында ауруханаға ес-түссіз жеткізіледі. Да вроде сама не поняла, утром встала, умылась. Өзім де түсінбей қалдым. Таңертең тұрып жуындым. Әдеттегідей бәрі дұрыстын. Сосын аяқ астынан өзімді жайсыз сезіндім. Халім күрт нашарлап кетті. Одан әрі не болғаны есімде жоқ. А потом уже на обходе вот врачи сразу. Бұл кісінің оң жақ мықын жағы ауырған ғой. Сосын скорый шақырған, сосын қалалық ауруханаға апарған, жаңа айттым ғой, ургентный клиникалар дейді. Сосын апарған кезде жаңағы аппендицит диагнозына күдік туған. Сосын зерттеу барысында УЗИ жасалған, жаңағы онкомаркер алынған. Сосын жаңағы оң жақ аналық безінде түзіліс анықталған. Сосын бұл кісіні арнайы жаңа онкодиспансерге ауыстырып, сол жерде ота жасалады 2019. Сосын кейін химиясын алады бұл кісі. Сосын 2022-де қайтадан ауру қайтып келеді. Рецидив дейді. Аналық бездегі дерттің қаупі жүре келе адамның өзге де ағзаларына жайылып, ауруды одан сайын асқындырады. Дененің сау мүшелеріне де зақым келеді. Оның соңы адамның бір емес, бірнеше жерінен ісік, болмаса ірің шығып, хирург ол аумақтарды да кесіп тастауға мәжбүр болады. Ота кезінде біз қайтадан ішін ашып, үлкен ота болды, қиындықтар болды. Отаның уақыты 6,5 сағаттай болды. Отада енді бізде бір адам командалық жұмыс болғаннан кейін 3 адам болдық отада. Отаның көлемі үлкен болды. Жаңағы түгелімен ісіктің көзге көрінетін, жаңағы ісіктің толығымен барлығы алынды. Жаңағы тікішектің резекциясы болды. Сосын 120 сантиметрдей жіңішке шектің резекциясы болды.
оң жақ гемиколектомия болды, яғни оң жақ тоқ-ішек бөлімін алынды. Сосын оң жақ бүйрек алынды, несебағар алынды. Сосын аортокавальды лимфодиссекция, яғни қолқа дейді ғой, үлкен тамыр біздегі. Соның бойындағы бүкіл лимфа бездері толығымен тазаланып алынып тасталынды. Қазіргі таңда науқас 7-ші тәулік, отадан кейін жағдай жақсы. Аурудың емі табылса жақсы. Көп жыл қинаған жараны бірдемде сылып тастауда оңай емес. Қуанарлығы дертіне дауа іздеп келген адамның көбі жан шақырып, тән азабынан арылып шығады. Иә, дертіне шипа іздеп келгендердің көбі емделіп, отбасына оралып жатыр. Ал тірі организмге бағынбай, өз бетімен өсіп көбейіп, адамды тіршілік ету қабілетінен айыратын бұл обырдың өлермендігі сондай, сылып тастағанға да кете қоймауы әбден мүмкін. Ол сонысымен қауіпті. Медицина қатерлісікпен барынша күресіп келеді. Күрес нәтижесіз емес. Бүйректің қатерлісігі ол жаңағы онкологияда жақсы статистика көрсетті. Бірінші сатысымен науқастар 99-100% өмір сүреді 5 жыл. Статистика жақсы. Асқазандықы бөлек. Оның статистикасы нашарлау енді. Бірінші сатысында жақсы көрсеткіш береді, бірақ екінші, үшінші сатысында қиындау болады. Емге жаңағы қиын көнеді бүйрекпен салыстырғанда. Бүйректік ол емес. Бүйректің екінші, үшінші сатысы ол жеңіл өтеді. Отадан кейін науқастардың көбісі кәдімгі бір бүйрекпен өмір сүре береді. Жалпы аналық без обыры бұл аналық без тіндерінен пайда болатын қатерлісік. Өкінішке қарай онкологиялық аурудан қайтыс болған науқастардың 5%-ы осы аналық без обырынан кеткен. Аурудың бұл түрі қалқанша безде, асқазан ішек жолында, жатырда және сүт безінде де болуы әбден мүмкін. Аналық бездің статистикасына келетін болсақ, ол да әйелдер арасында, мысалы, 7-8 орында алады. Мысалы, бұрында. Ол статистика жыл сайын саналғаннан кейін өз кейде орын ауысып отырады. Бір ауру 5-ші орында тұрса, мысалы, 6-ші орынға түсіп қалады. Ол жаңағы біріншілік жаңағы ПМЖ дейді, поликлиника емхана. Сол жерден жаңағы список бойынша скрининг, мысалы, әйелдер мына районда мынанша адам бар. Осылай шақырады, звондайды, келеді, сосын дальше уже жаңағы онкологиялық орталыққа жібереді. Біздің орталық бар. Сол жақ жағалауда орталық бар. Статистика бәрінде бірдей емес ол. Аналық без обыры қайдан пайда болады? Оның нақты себептері медицина әлі белгісіз дейді. Ал қауіп-қатер тудыратын жайттар кәрілік, тұқым қуалау, шамадан тыс дәрі ішетін, бірнеше рет жасанды түсік жасатқан және бедеу жандарда кездеседі. Белгі беруі етеккірдің ерте келуі және кеш тоқтауы, семіздік, кіші жамбас айналасындағы қолайсыздық, тез шаршау, кіндікпен шап аумағының сыздауы, жатырдан қан кету, жиі кіші дәретке бару. Тәбеттің жоқтығы іштің кебуде күдік тудырады. Оның бірінші белгілері жаңағы іштің су жиналуы іште. Асцит дейді латынша. Сол жаңағы іші үлкейе бастаған кезде олар қаралады. Сосын жаңағы ол ішіне трубка қойылады, жаңағы биопсия алынады. Егер де тарап кеткен жағдай болса, бірінші химиотерапиядан бастайды. Егер де жаңағы алғашқы сатыларда анықталса, онда жаңағы отадан бірінші этап емі отадан басталады. Бұның енді түрі көп, саркомасы бар, потом аденокарциномасы бар, жаңағы цирроздық. Оның жаңағы өзінің спецификалық онкомаркері бар, анализ. SA-125 деген. Әйел адамдар жаңа скринингқа барғанда, оны обязательно кіреді оны жаңағы зерттеу несіне. Сол кезде жаңағы үлкен болып тұрса, оны тереңірек зерттейді жаңағы. МРТ жасайды. Сол кезде анықталса, уже леченияға алып, бірінші этаппен консилиум болады. Қандай емнен бастаймыз? Операция немесе химиотерапия. Осында ең бірінші белгісі жаңа су жинауы ішке. Көбісі уақытында қаралмайды, кішкене толып кеттім, семіріп кеттім деп, өзім ішім өсіп кетті деп, сондай белгімен бармайды да, кейін жаңағы ентігу қосылады, әлсіздік, анемия жаңағы. Сол кезде кешірек қаралады. Сол себепті қазір әр поликлиникада, емханада скринингтер бар. Сол уақыт өтсе, мен ойлаймын, ерте сатысында
көбісін ерте сатысында анықтауға болады. Аналық без обырын медицина 4 кезеңге бөледі. Біріншісі аналық бездің зақымдануы, екінші ісіктің кіші жамбасқа қарай ығысуы, үшіншісі құрсақ қуысы шегіндегі бауыр мен басқа да органдарда метастаздардың пайда болуы, шаптағы лимфалық түйіндердің зақымдануы, төртіншісі шеттегі метастаздар. Аналық без обырын емдеу оның асқыну сатысына байланысты дейді дәрігер. Көбіне хирургиялық ота жасалады. Бастапқы сатысында науқас химиотерапиядан өтеді. Ота жасалса қосалқы етпен бірге жатырды, үлкен шарбы майды алып тастауы мүмкін. Ал пациенттің аяғы ауыр болса, жатыр мен бір аналық безі сақтап қалуға тырысады. Аналық безін бірінші сатысында емдесе 90-95% адамдар өмір сүреді 5 жыл. Ол уже зерттелген, ол репродуктивті ағза, ол аналық без. Оның жаңа ішінде фолликула болады. Фолликула шыққаннан кейін жаңағы баланың пайда болуына әсері жаңағы. Сосын өзі санаулы болып әйел адамдардан мысалы өмір сүру уақытында жаңағы әр етек кір сайын бір фолликуладан кетіп отырады мысалы. 300-400 фолликулаға дейін болады. Сосын жаңағы 40-тан асқаннан кейін енді климакс дейді ғой енді. Сонда жағдайға ұшырайды жаңағы. Уже етек кір тоқтайды. Сол кезде жаңағы сүт безі, аналық безі, бәрі гормон зависимый орган дейді ғой. Бір-бірімен несі бар байланыс. Сосын әйел адамдар не істейді? Дәрі іше бастайды жаңағы гормональный. Сол кезде жаңағы оның кері әсері жаңағы аналық бездің обырына алып келуі мүмкін. Ұлттық ғылыми медициналық орталықтың хирургия бөлімшесінде күніге бірнеше науқасқа ота жасалады. Ми, тамыр, ісіктен де басқа қауіпті дерт түрлеріне адам жаны осы жерден араша табады. Енді әр қалада өзінің онкодиспансері бар жаңағы. Бізде енді ұлттық ғылыми зерттеу институты болғаннан кейін бізге сырттан көп келеді, үлкен оталарға жасатуға. Біздің дәрігерлердің тәжірибесі, жаңағы инструменттер дейді, жаңағы современный. Соның бәрі бізде жеткілікті. Ауру жас таңдамайды. Медицина орталығында жасқа да кәріге де ота жасалып жатыр. Жас ағза баланың жөні бір бөлек. Кәрі құртаң да осы жерде дертіне ем табады. Тақауда ғана дәрігерлер 90-ға таяған, яғни 89 жастағы қартты емдеп үйіне шығарып салды. Ол кісі келді, ішектің обыры, ота жасалды, 7 күннен үйіне шығарылды. Аман есен. Бізде ол адамның жасы отаға қарсылық көрсетпейді. Егер жаңағы жүрек жағынан, өкпе жағынан ешқандай қосалқы ауру болмаса, былай жас деген ол қарсы көрсеткіш емес операция. 11 жыл бұрынғы науқастар бар, бауыр обырмен жаңағы эмболизация алған. Сосын кейін біз бауырдың жартысын кесіп алып тастадық. Науқастың жағдайы жақсы, үлкен кісі, 70-тен асқан кісі. Ширақ. Дәрігерден қашпау керек. Бойдағы дерт бүгін болмаса ертең бір қылаң береді. Тек сол кезде кеш болып қалмасын. Ауруға ауру жалғап алмас үшін медицинаға жүгініп, дертіне дауа тауып жатқан жаназба. Операцияға келдім бір неден. Ассимилит болып, авариядан 3-4 авария болғам, содан омыртқадан бірінші группадың. Сонда жатқанда ішімен қатты бір приступ ұстады. Хирург көріп, консультация беріп, осы яққа барып көрінді, сөйтсем ішімде грижа бар да, алдында да грижа бар айтқан. 2006-да өтші жолым операция саған кезде бір оқыс қозғалып қалған кезде бір жұмыртқадай бірдеңе былай жылып кетті. Ол өскен жоқтығын осы 1-2 жылдың берегінде өсіп, сол қатты бір ұстады. Операция жасататын деген жоғым, сосын келсем, Әбдікаримов Әнвар Маратович сол көріпті бірден үлкейіп кеткен операция жасау керек деді. Сол маған кеше жасады. Рахмет, бәріне де өте ризамын. Грижа дейді ғой ішінде. Грижа үлкейіп кеткен енді ол. Жасатам деген ойымда жоқ еді, ауырмасам еді, үлкейдік қой. Осымен кете берсін деп еді. Скрининг өту керек, әйелдің өзінің жасына сай скринингі бар. Жаңағы ер адамның өзінің скринингі бар, анализдер бар, арнайы онкомаркер дейді. Рентген, УЗИ, асқазан қарау дегендей. Емделудің басқа жолы болғанда, ол жаңағы киста болады алдында, ісіктің алдында мысалы. Ол жаман ауруға айналып кетуі мүмкін. Жаңағы уақытылы скринингін өтіп, зерттеліп тұрса, бұл ауру емге көнетін ауру.
Мыңдаған адам дәрігерлеріміздің қолынан шипа тапты, дертінен айықты, аяғынан тұрды. Жақындары уайымнан арылды. Ал аурудың айтып келмейтіні тағаян. Сол себепті сіз бен біздің медицинаға сенімді болуымыз дәрігердің де жұмысын жеңілдетеді. Медицинаның бүгінгі айтары осы.